дайынсыңдар ма? Көңілдерің қандай? Өте керемет отыра қойыңдар. Не істедіңдер балалар? Орныңызға отырды. Өте жақсы. Ал енді бір сәт балалар. Бәрін азырғанына ағам аударыңдаршы. Кеше күн қандай болды? Қол көтеріп айтамыз. Кеше күн қандай болды? Тағым айтады. Атер айта ғой. Кеше жаңбыр болды дейсің. Кеше қандай болды күн кеше? Жаңбырлы болды. Тағы да салқын болды деп жақсы айта ғой. Күн кеше ашық болды. Жақсы өте керемет. Енді оқушылар бүгін біздер қазір сендер айтып отырсыңдар да жаңбыр болып деп жатсыңдар, жел болып деп жатсыңдар, біреу дауыл болып деп жатырсыңдар. Бұлардың бәрі біздің табиғат құбылыстар екен. Бүгін біздер ана тіл тарағынан табиғат құбылыстары етеміз. Қазір кітаптарыңды аша қойыңдар түгелдей. Бәріміз оқулыққа қараймыз. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болады. Күн мен түн өзгереді. Жаңбыр, қар, бұршақ, жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстар деп аталады. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болады. Күн мен түн өзгереді. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Екінші болды. Табиғатта қандай өзгерістер болады екен? Қандай өзгерістер болады екен табиғатта? Сосын. Тағы да. Жыл мезгілдеріне орай табиғатта әртүрлі табиғат құбылыстары болады екен. Жылдың неше мезгілі бар? 4 мезгілі бар. Қандай қол көтеріп айтайық? Қол көтеріп айтайық. Жылдың қандай мезгілдері бар? Тағым айтады. Арон айтады. Жаз, көктем, күз. Өте керемет. Міне осы жыл мезгілдеріне орай әртүрлі табиғат құбылыстары болады екен. Қыста мысалы қар жауады, солай ма? Қазір жылдың қай мезгілі? Көктемде қандай табиғат құбылыстары болады? Кеше айттыңдар ғой, не жауады? Жел болады, сосын жаңбыр болады. Дұрыс айтасыңдар. Міне осындай табиғат құбылыстары болады екен. Енді сендер осы табиғат құбылыстары арқылы айналада өзгерістерді де байқауға болады екен. Кәне кім айтады? Оның дауысы Алтынай айтады. Желдің дауысы жақсы. Кәне кім айтады? Есен жол айтады. Жаңбырдың дауысы не істейміз? Қимылын білдіріп тұр, дұрыс айтасыңдар. Қимылын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады екен? Кәне кім айтады? Сұрақтар оқи қояйық. Не істейді? Сосын не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Заттың қимылын білдіреді.
Orunlarından тұрыңдар. Не істедіңдер? Орындарынан тұрдыңдар, қимылдарыңдар ма? Дұрыс. Отырыңдар. Не істедіңдер? Қимылдады. Кәне бәріміз таңдыр. Не істедіңдер? Не істедіңдер? Қимылдасаңдар, солай ма? Енді бір сәт бәрі табиғат құбылыстар деген бетті ашыңдар. Маған мәнерлеп тұрып, қияс етіп оқиды, Амерден оқушы оқиды. Қалғаныз түгелдей кітапқа қарап отырамыз. Кәне, бастайық. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғат тағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Өте жақсы, керемет, табиғат құбылыстары туралы. Енді қазір дәптерімізді ашамыз да, екінші жаттығуды дәптерімізге жазамыз. Әдемі. Дәптерімізді қалай қоямыз балалар? Сәл-сәл сәл-сәл көлбеуін. Ал дәптерімізге жазамыз, ашамыз, дәптерімізге жазамыз. Екінші жаттығу. Не істеу керек екен екінші жаттығуды? Маған оқышы, Аралия. Екінші жаттығу. Көп нүктені. Астынан керек сөздерді оқиға. Қандай сөздер? Дұрыс. Сосын бірінші сөйлем. Қалай жазамыз? Кім айтады? Күн мен түн алмасады. Тақтаға шауып, Әлия жаза қойыңыз. Кәне дәптерімізді ашамыз, көлбеу етіп қоямыз. Дәптеріміз азат жолдан бастаймыз. Азат жолдан бастаймыз. Жазауы. Өте жақсы. Өте жақсы. Жарайды. Енді оқушылар, кәне қаламдарымызды қоямыз, жазып болдық. Қаламдарымыз қоямыз. Енді бір сәт назарларыңызды маған аударамыз. Әлия, заттың қимылын білдіретін сөздерге қандай сұрақтар қойылады екен, толық жауап береміз. Кәне кім айтады? Әлия айтады. Әлия айтады. Орнымыздан тұрамыз, даусым шығады. Тағы кім айтады? Қимыл білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береміз. Дұрыс айтасың. Өте жақсы. Енді қараңдар. Мынау не балалар? Кәне. Сиыр не істейді? Өте керемет қол шапалақтаймыз. Бәйшешек не істейді? Дұрыс айтасың. Өте керемет. Енді балалар қазір алдарында дәптерлеріңді жаба тұрыңдар. Қазір алдарына тапсырма беріп, топтық жұмыс. Яғни сұрыптау. Аша қойыңдар алдарындағы. Мен берген бетті аша қойыңдар. Кәне сұрыптау. Алдарында жұмыстарымызды күнделікті ашамыз. Мынаны бер қара. Бәрін ашыңдар мыналарын алдарына алыңдар. Міне, енді мына жерге сұрыппа өткенде де орындар жүрміз. Мына қызыл кәрсеңкеге заттың
бетті желімдейміз. Түсінікті ме? Астына желімдей береміз. Кәне, басында алды. Ал, кәне. Басталды. Ал, бірге отырында. Естен тұрында. Шашы жерге. Мә. Шашыңдар мә. Күн қайсына жатады? Затты атын білдіреді. Ол кіретін шықпен адам аял. Бір оқышы беріп отырында, беріп отыр ондан да. Беріп отыр ондан да. Шешін, дұрыс себе. Арасы бол. Менелек болды. Дұрыс, ол басқа бірді болды. Дұрыс, болды ана. Ал болды, түсінікті. Қайсы? Бірінші мұнан заттың атын дедім. Мұнан қимыл дедім. Жаңбыр не деген сұраққа жауап беріп қойды. Кәне, орындаймыз бұл тез. Көмектерін айтыңдар. Бере бердір, аяғын. Кәне, енді жұмыстарымызды, кәне, отырса керек ол. Шамына бірінші шоқтыда. Әкеле қойындар, әрбір топтың. Жұмыстарын әкеле қойындар, әкеле. Әкеле қойындар. Әкел, Назым әкел. Алым. Әле, әкелсін, әкел. Әкел. Әбені бір қараймыз. Бері бір қараймыз. Берген сұрыптау тапсырмасын кім қалай орындады? Бірінші топтың балдары. Күн, доп, бір қате кеткен. Ойнады деген заттың несін білдіріп жүр. Ойнады, несін білдіріп жүр. Қимылын білдіріп. Бір қатесі бар. Келесі екінші топта ешқандай қате жоқ. Екінші топта өте керемет. Мынау екінші топтың жұмысы. Екінші топ. Мынау үшінші топтың жұмысы. Үшінші топта да қате жоқ. Не істейміз? Төртінші топтың жұмысы. Төртінші топта да қате жоқ. Міне олай болса, бірінші топтың жұмыстары доп. Доп дегеніміз нені білдірді балалар? Заттың атын білдірді. Сұрақ қойыңдаршы. Не? Доп. Ол заттың атын білдіреді. Заттың атын білдірді. Ойнады. Ойнады не істейді мұна? Ол заттың атына салып қойды. Дұрыс па? Ойнады деген қимылды білдіріпті. Сондықтан бірінші топтың балдары келесте мұқият боламыз. Түсінікті ме? Өте керемет. Жарайды. Енді балалар қазір бүгін кеше демалыс болды. Бүгін біздер ата-аналарға көмектесеміз. Сыртта жайылған кірлерді үйге алып келеміз. Ол үшін күндегіше өзіміз ойнап жүргенге кір жинау әдісі. Кәне кім қандай сатты таңдайды? Ал келе ғой, есен жоқ. Қалай келеміз, есен жоқ? Қалай өткенесіңдер? Қайсын таңдап келдің? Сала ғой. Оқшышмысыз?
Кітап дұрыс. Кітап затын несін білдіріп тұр? Атын білдіріп тұр ма, қимылын білдіріп тұр ма? Атын білдіріп тұр, дұрыс айтады. Қандай сұрақ қоямыз кітап дегенде? Не? Затын, я не деген сұрақ қоямыз, атын білдіріп тұр, дұрыс айтасың. Кәне, келе ғой, Анеля кел, тез-тез. Тез-тез Анеля келе ғой, дайындалып отырыңдар, қалған оқушылар. Дұрыс